Сәлем балақай, менің каналыма қош келдің. Бүгін әліппе пәнінен А дыбысы және әрпіне қатысты екінші сабақты өтетін боламыз. Олай болса сабағымызды бастайық. Мына суреттен не көріп тұрсың? Бұл жерден алманы көруге болады, ағашты көруге болады, бұзау, лақты көруге болады, және қарбыз, атаны көруге болады, қауынды көрсек болады, кетпен бар екен. Одан кейін асқабақ бар екен. Енді балақай, осы айтылған сөздердің ішінен бір сөзді алып, соған дыбыстық талдау жасайық. Мысалға, ата деген сөзді алайық. Кәне, ата деген сөз неше буыннан тұрады? Ата, 2 буыннан тұр. Ата деген сөзде 3 әріп бар, және 3 дыбыс бар екен. Және 2 дауысты дыбыс, 1 дауыссыз дыбыстан тұрады. Осылайша балақай, өзіңде қалаған бір сөзді алып, дыбыстық талдау жасап көрсең болады. Жоғарыда айтылған суретте берілген заттар бойынша енді мәтін құрастырып көрейік. Бақшада не пісті? Бақшада қауын, қарбыз, асқабақ пісті. Ата не жинады? Ата қауын, асқабақ жинады. Бақта нелер жайылып жүр? Бақта бұзау, лақ жайылып жүр. Бақта не өсіп тұр? Бақта алма, алмұрт өсіп тұр. Балалар, енді осы сөйлемдер арқылы мәтін құрастырайық. Бақшада қауын, қарбыз, асқабақ пісті. Ата қауын, асқабақ жинады. Бақта бұзау, лақ жайылып жүр. Онда алма, алмұрт өсіп тұр. Балақай, біз осы сурет бойынша 4 сөйлемнен құралған мәтін құрастырдық. Балақай, біз алдымен суреттегі заттардың атын атадық. Сол сөздер арқылы, сұрақ қою арқылы сөйлем құрастырдық. Сол сөйлемнен мәтін құрастырдық. Балақай, А дыбысының дауысты дыбыс екенін білеміз, және А әрпі сөздің басында да, ортасында және соңында да кездеседі. Мысалы, асқабақ деген сөз алатын болсақ, сөздің басында кездескен, ортасында кездескен. Ал алма деген сөзді алатын болсақ, А басында да кездеседі, сөздің соңында да кездеседі екен. Балақай, осымен бүгінгі А дыбысына қатысты екінші сабақ суретпен жұмыс аяқталды. Сабағы түсінікті болды деген ойдамын. Сабақ ұнаған болатын болса, каналға лайк қалдырып, тіркелуді ұмытпа.